ханшайым жайлы оқиға. Әркімнің көңіл бөлмесіндегі сыр сандықта бір адамның суреті сақтаулы болады. Ол жанындай жақсы көретін немесе аса ұнатпайтын адамның суреті емес, қатардағы қарапайым ғана біреу болуы да мүмкін. Кейде оны есің алмай ұмытып та кетесің, бірақ ол қайта айналып сенің алдыңа келе береді. Сондықтан кейінгі өміріңе де егежей-тегежей қанық боласың. Менің Жарқын туралы айтқым келіп тұр. Біздің таныстығымыз бірінші курста басталды. Ол кезде өмірдің қай жағына қарасаң да балбұл жайнап, көзің жауын алып тұрған сәт еді ғой. Университеттегі алғашқы сабақ күні. Алдыңғы орындықтардың бірінде отырсам, кірпігінің астына тығылып, ерні желіндеп, әрі қарай отырасыз ба деп еркелей сөйлеп Жарқын келді. Басқа қыздардан ерекше сұлу, ерекше екендігін бірден аңдыдым. Аудиториядан басқа орын таппағандай менің жаныма келгені несі? Бірінші сыныпқа келген оқушысынды дәптері мен қаламның партаның шетіне шығара салып, қолдарын бірінің үстіне бірін қойып, монтан асып тұп-тұйнақтай отыра қалғаны күлкімді келтіргенді. Жарқынмен жақын қарым-қатынаста болдық деп айта алмаймын. Себебі ол маған ұнайтын қыздардың қатарында емес. Өз-өзіне сенімді және тым әдемі. Әр қимылына сіңіп қалған қылықты мінезін жігіт атаулыға басты қару ретінде пайдаланатын қызға ұқсайды. Ал менің дәл осы уақыттағы басты мақсатым тек оқу болатын. Студенттік университет қабырғасындағы алғашқы эйфориялық ұстанымым ғой. Дегенмен екеуміздің белгілі уақыт аралығындағы біршама жақын болғандығымызды мойындау керек. Ол шынымен әдемі болатын, және қырық атанға жүк боралықтай қылығы кез келген жігітті тізе бүктіретін еді. Жамандықтың әдемілік артынан жасыратыны біле тұра, кей кездері сыртынан бақылап қиялға берілетін кездерім де болды. Оқудың алғашқы күннен жақсы араласып, әрқашан бір партада отырғандықтан арамыздағы байланыс арта берді. Менің шығармашылық әлеміндегі екенін бірі көз салмайтын қатпарларға жарығын түсіріп, ешкім түсінбейтін түнектерді айқын көрсететіні сабақтан кейінгі кездесулердің жиілеуіне әкеліп соқты. Тіпті мен оны құшағыма қысқан кезімде болғанын жасырмаймын. Топпен бірге бастаңғы жасаған едік. Қашан барсаң мұңайып қарсы алатын. П атты қалашықтағы досымның үйіне мен ептеп сыра іштім. Ептеп емес ау, мас болғанша ішкем. Таңертең шөлден оянсам, бір көрпенің астында жатырмыз. Жоқ, қате. Ойламаңыздар, Жарқынсыз ойлағандай жеңілтек қыз емес. Менің білегімді жастық қылып, найзағдай кірпіктерін айқастырып, тәтті ұйқыға батқан. Қолымды алайын десем, оятып аламын. Алмайын десем, шөлдеп барам. Еріксіз ұйқысын бақылап, қозғалмастан жата бердім. Түрілген еріні мені сүйші дегендей, сәл ғана ашық атып келатқан таңның жарығымен бозғылтым түске боялған. Бір қалыпты демалғаннан төстері денеме тер тиместей қозғалып сезімімді қыдықтайды. Көк жидесі қандай жарасымды. Бір кезде ұйқысырап қозғалды ма, маған жақындап арқамнан қапсыра құшақтап алды. Жалындай демі мойнымды өртеп, қорғаныш іздеген құралайдай қойныма тығылды. Кеудеме толықтай тиген төстері енді демалған сайын мамықтай жұмсақ екендігін аңғартып, ұйықтап кетейін деген ойымды түбегейлі жойған. Мен де ұйқысыраған болып Жарқынды құшақтап алдым. Ол 9-дан кете оянып, Сарқын екеуі сабаққа кетті. Мен өтірік ұйықтап үйде қалдым. Жаңа ғана жаным жатты, жұпар мұрнымнан кетпей, қиял құшағынан шығар емеспін. Пыс-пыс етіп ұйықтағанның өзі еркелеп жатқандай еді. Жалпы еркелік қылық дегендер адамның бойында талант сынды туа біткен қасиет екен-ау. Ол адамның қандай да бір іс-әрекетінен көрініс тауып пенде біткенді елтеді. Бұл таланттың иелері әдемі ме, ұсқынсыз ба, жас па, кәрі ме, бәрібір ерекше көзге түсіп жүреді екен. Жарқын да сол аз жаратылыстардың бірі. Оның бастауыш сыныпта жазған шығармаларының өзі ірі байқауларда орын алыпты. Сол күнгі бастаңғы келген сыныптасы жетістіктерінің егежей-тегежейін айтып берді. Тіпті облыстың беделді жазушылары Жарқыннан болашақта үлкен жазушы шығатынына сенім білдірген мақалалар газетке шығыпты. Әр жыл сайын Көкшетау лагерінің жолдамасы тағы өзінде. Кейін өлеңі республикалық журналдарға жарияланып, бірнеше газеттің журналистері ауылға арнайы телефон шалып сұхбат алған деседі. Жарқын сонымен қатар суретті де жақсы алады екен. Ұшқы қиялды туындыларын мектеп директоры ауыл әкіміне сыйға тартып, олар оны әкімдікке іліп қойыпты. Бояулардың үйлесімдігіне таңдай қаққан дизайнер ағасы облыстық дарын сыйлығына өз атына бірнеше суреттерді жіберіп, бас жүлдені иеленіпті. Мектеп
аяқтайтын жылы, бойы ұзын, қос бұрымы жер сызған сұлу, жарқын музыкаға да ыңғайы бар екендігін көрсетіп таң қалдырыпты. Қалаға көшіп келген жылы анасы өнер мектебіндегі фортепиано үйірмесіне тіркеп, бірнеше айда үлкен жетістіктерге де жеткен екен. 14-ші аудиторияда тұрған жетім пианиноға сүйріктей саусақтары жан бітіріп, азалы әуен ойнап отырғанын өз құлағыммен естігем. Мен әрине музыканы қатты түсіне бермеймін, бірақ та еркін қимылдаған қолдары ақ қара пернелермен сурет салып отырғандай. Ауада қоңыр қызыл көк түсті ноталар көбелектерді ұшып тыңдаған адамның басқа әлемге жетелейді. Бұл туынды өзімдікі дегенде тіпті сенгім келмеген. Сол жылы жоғарғы оқу орындары арасындағы облыстық мисс 2011 байқауында әдемілігі мен өнерінің арқасында бас жүлдені иеленді. Жарқын қандай ортаның болсын гүлі, кез келген көңілсіз ортаны қозғалысқа кеп, табан астында түрлі ойындар шығарып, барлығының көңілін өзіне аудартып алады. Сәл қабағы түссе болғаны, айналасындағылар да айналып толғанатын, Жарқынның маңайынан шықпайтын, барлық іштей ханшайым қылып сыйлап алған сынды. Құрбылар оның өн бойына мін таба алмай, тамсанып, сыртынан қандай бақытты адам деп қызға қараушы еді. Жарқын үшін барлығы оңай, оқуға да, ұйымдастырушылық жұмыстарға да, достармен қыдыруға да үлгеретін. Харизмасы да өте жоғары. Талай менсінген жігіттер алдында құрдай жорғалап, айтқаннан шыға алмай қалатын. Орталарында Жарқынның жанында жүрген абырой санатындар да жоқ еместі. Қалай әдемі киінетінін көрсеңіздер ғой. Оның басқаларға қарағанда әдемілікті танитын қабілеті бар. Мыңның ішінен жалғыз өзі ерекше жарасымды, заманауи, сонымен қатар қазақи киімдермен де көзге түсетін. Ханшайым десе ханшайым. Кейін сол ханшайым менің досыма үйленді. Әдемі жұп екендігіне сөз жоқ. Үйлену тойларында болып, сәтті өткен салтанатты кештің куәгері болдым. 2 жыл өткен соң ескі досыммен редакцияда кездесіп қалдым. Бақыттысың ба деймін, күмәнім жоқ болса да. Бәрі жақсы деп күрсінді. Не болды, аманшылық па? Менің ойымша барлық жақсы қасиетті бойына жинаған Жарқынай қыз отбасылық өмірде де өзін биіктерден көрсете алу керек еді. Неге жары жайлы әңгіме басталғанда жанарында мұң пайда болды? Сұрағымның жауабын іздеп досымнан көз алмай қарап тұрып қалған екем. Иә, әрине, жақсы ғой бәрі, деді досым ыңғайсызданып. Айтсаңшы, қинамай. Жүр, басқа жерде сөйлесейік. Біз жақын маңдағы кафеге бардық. Кафеде адам аз екен. Мен өзіме сыр алғыздым. Досыма коньяк тапсырыс берді. Жарқынға үйленгеніме қуаныштымын. Ол өте әдемі, иә, әлбетте. Өте тамаша әйел. Жинақы, таза, ұқыпты, тамақты да жақсы жасайды. Үйдің іші гүл-гүл жайнап тұрады, деді ол құйылған коньягын көзін алмай ойланып отырып. Ішінен оған ешкімде күмәні жоқ, ол ханшайым ғой деп ойладым. Өткен жылы дүниеге бала келді. Менің кішкентай періштемді. Бірақ өкініштісі ол шетінеп кетті. Біз оны қатты жақсы көретінбіз. Бұл әсіресе Жарқын үшін өте ауыр тиді. Әрине, маған да оңай емес. Кейін 2 рет бала көтерді. Екеуі де жарық дүниені көрмеді. Енді түні бойы шошып кішкентай айпотайын іздеп шығады. Ешкіммен сөйлеспейді, ешкімді тыңдамайды. Психологқа апардым, болмайды. Бәрі өзіне байланысты, деді. Айпотайдың киімдерін өртеп жібердім. Қатысы бар деген заттарынан құтылдым. Есіне түспесін, ұмытсын дедім. Бірақ әзірше нәтиже жоқ. Жарқын қатты өзгеріп кетті. Үйге келсейші, мүмкін сенімен әңгімелесер. Міне мынау біздің мекен-жайымыз. Ол коньягын тауысып кетіп қалды. Мен сырамды сораптап біразға дейін отырдым да, мекен-жай жазылған қағаз жыртып, кафеден шығып кетіп қалдым.